Армысыздар ме құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің зертханалық сабағымыздың тақырыбы бензол ядролары конденсацияланған көп ядролы ароматтық қосылыстар. Антрацин мен фенантриннің физика-химиялық қасиеттерін салыстырмалы зерттеу. Бүгінгі біздің бензол ядролары конденсацияланған көп ядролы ароматтық қосылыстар, соның ішінде нафталин. Нафталиннің изомериясын, номенклатурасын және алыну жолдарын, олардың физикалық және химиялық қасиеттерін қарастырамыз. Және де химиялық қасиеттерінен қосылу, орын басу, тотығу реакцияларын айтасыздар. Енді тапсырмасы бойынша қайсымыз сабақ айтамыз? Конденсацияланған екі бензол сақинасы бар. Система болып табылады. Яғни сипаттамасына келетін болса, екі бензол сақинасы конденсацияланған, жаңа айтып өткеніміздей, жалпы формуласы С10H8 болып табылады. Жалпы бұлардың номенклатурасына, яғни екі алмасу ядросына келетін болса, яғни бізде бром суын араластырған кезде қарастыратын болады. Бром суын араластырған кезде бізде бром орналасады. Жалпы бұлардың атауларына байланысты бірінші, төртінші, бесінші және де сегізінші ядроларды бізде альфаларды, ал екінші, үшінші және де алтыншы, жетіншілерді бізде бетта орын басушылар деп қарастырамыз. Яғни мына жерде бізде бром бірінші жағдайда альфа жағдайда орналасқандықтан альфа бром нафталин деп аталады. Ал мына жақта бетта жағдайда орналасқандықтан бетта бром нафталин деп қарастырамыз. Енді осы екі жағдай, екі алмасу тарапына байланысты бізде 10 изомериясын қарастыратын боламыз. Жалпы бұл 10 изомериясы бар дедік. 10 изомериясының өзі алмасушы заттардың орналасуына байланысты орто, мета және де пара болып, одан бөлек бізде екі конденсацияланған атом ядросы болғандықтан мета анти және де жалпы бұлардың нафталин тотығуына келетін болсақ, нафталин алғашқы өнім тотығу арқылы бізде екі атомды фталь қышқылын түзеді. Бұл оның құрамында бензол сақинасының бар екендігін көрсетеді. Келесіде осы фталь қышқылын, нафталинді нитро топшасымен нитрит деген кезде бізде 3 нитрофталь қышқылы түзіледі. 3 нитрофталь қышқылы түзіледі. Жалпы бұның барлығы мына жерде тұрғандардың барлығы бізде тотығу реакциялары болып табылады. Нафталин және оның туындыларын негізінен бізде техникада таскөмір смоласынан алады, бірақ оны бізде синтетикалық алу жолдары да бар. Бізде бірінші жолы бізде бензол сақинасына, яғни біздегі ацетиленді, біздегі бензол сақинасы. Осы бензол сақинасынан бізде ацетиленді бұл арқылы өткізген кезде бізде нафталин алынатын болады. Яғни бізде бензол сақинасынан ацетиленді бу арқылы өткізген кезде бізде нафталин алынады. Екінші алу жолы хинонды дивинил арқылы конденсациялап алатын болады. Яғни біздегі дивинил осыған бізде хинонды қосады. Ал хинон осы екеуін бірге конденсациялап бізде аралық өнімдер түзіледі.
Бізде алдымен дивинил мен хинонды конденсациялап, одан әрі қарай бізде аралық өнім түзіледі. Сол аралық өнімді бізде дегидрогендеу реакциясы арқылы әрі қарай осы дегидрогендеу реакциясынан алынған өнімді біз тотықсыздандырамыз, яғни сутек қосамыз, және де бізде бұл жерде дегидратация реакциясы жүретін болады. Соның нәтижесінде бізде соңғы өнім ретінде нафталин алынатын болады. Яғни мынау біздегі нафталин. Бізде нафталиннің қосылу реакциясы, ең алғашқы бізде нафталиннің қосылу реакциясына гидрогендеуді алсақ болады, яғни сутектің қосылуы. Бұл бізде бензолға қарағанда өте жеңіл жүреді. Бұл жерде өзгеріс бізде сутектердің санына байланысты болады. Және де біз бұдан кейін тағы да жалғастырып гидрогендеуге болады. Сол кезде бізде тетро нафталин шығады. Бізде нафталиндердің орын басу реакциясы. Бірінші біз нафталинге Содан кейін не болады? Плюс ана жердегі H болады. Яғни бұл жақта бізде альфа-хлор нафталин түзіледі. Ары қарай бізде реакцияны жүргізген болсақ, сутек атомының бәріне хлорды алмастыруымызға болады. Яғни келесі реакция бізде тағы да орын басу реакциясының бір типі HO, NO2, яғни HNO3-ті қосу. Бұл жақта бізде альфа, нитро, нафталин түзіледі. Бұл жақта да бізде негізінен сутекті атомына екінші, үшінші, төртінші нитро топтары жалғануына болады. Ол кезде бізде полинитро, нафталин түзіледі. Полинитро, нафталин дегеніміз ол бізде көбінесе қопарғыш зат ретінде қолданылады. Нафталинді концентрлі күкірт қышқылымен 80 және 160 градуста қыздырған кезде бізде альфа және бета нафталин сульфа қышқылдары түзіледі. Яғни 80 градуста бізде альфа нафталин сульфа қышқылдары түзілсе, 660 градуста бета альфа сульфа қышқылдары түзіледі. Енді нафталардың физикалық қасиеттеріне келетін болсақ, олар бізде кристалдық зат және де химиялық қасиеттер бізде фенолдарға ұқсайды. Келесі бізде нафталиндердің тотығу реакциясына келетін болсақ, бізде ауа мен нафталин қоспасын 350-400 градуста катализатор қатысында қыздырғанда бізде фталангидрид түзіледі. Катализатор ретінде бізде ванадий 5 оксиді қолданылады. Сонымен қатар бізде нафталин және олардың оксид және амин туындыларын қосып қыздырған кезде бізде хинондарға ұқсас нафтохинондар түзіледі. Келесі антрацин бізде конденсацияланған бір жазықта жататын бензол ядроларынан қосылған жалпы органикалық қосылыстың өкілі болып табылады. Антрациннің жалпы формуласы бізде 3 бензол ядросынан тұрады.
Ал жинақталған формуласы, яғни молекулалық формуласы С14H10-ды құрайды. Жалпы антрациннің физикалық қасиеттеріне келетін болса, ол 213 градуста балқитын кристалды зат болып табылады. Ол спирт негізінен суда ерімейді, спирттерде нашар ериді, ал бензолдың сұйықтықтарында өте жақсы еритін органикалық қосылыс болып табылады. Бізде осы антрациндерді екі жол арқылы алады. Ол бірінші Фридель-Крафт реакциясы, екіншісі Фитиг реакциясы бойынша алады. Фридель-Крафт реакциясына келетін болсақ, келесі біз оларды бензолдардан синтездеп алатын боламыз. Яғни бұл кезде біз кәдімгі бензол сақинасына дигалоген туындыларды қосатын боламыз. Сол кезде бізде бром сутек бөлініп шығады және өзіміздің антрацинді алатын боламыз. Бұл бізде Фридель-Крафт реакциясы. Келесі біз Фитиг реакциясы бойынша аламыз. Фитиг реакциясы кезінде Фитиг реакциясы Дәл осылай біз екі реакция арқылы, біз синтездеу арқылы жалпы бензолдың сақиналарынан үш ядролы бензол сақинасына тұратын бір жастықта орналасқан антрацин деген кристалл қосылысымызды алатын боламыз. Келесі біз осы антрациннің жалпы қасиеттеріне келетін болса, антрацин бұл нафталин сияқты ароматты қосылыс болғанымен, оның қанықпағандық дәрежесі нафталинге қарағанда жоғары. Сол себепті ол бізде қосылу реакциясына өте жақсы түседі. Әсіресе қосылу реакциясы бізде сутекпен және бром арқылы жүреді. Яғни бромды қосу арқылы біз 9 бром антрацин қосылысын алсақ болады. Келесі бізде антрациннің жалпы химиялық қасиеттерінің ішіндегі ең белгілісі ол бояуларда қолданылатын ализаринді алу реакциясы болып табылады. Ализаринді алу реакциясы кезінде көбінесе 1-2 диокси антрахинондарды қолданамыз. Яғни біз ализаринді алмас бұрын ең бірінші антрацинді антрахинонға айналдырып аламыз. Яғни ол бізде тотал реакциясы арқылы жүзеге асады. Так. Тотал реакциясы арқылы жүзеге асады. Осылай антрахинонды аламыз. Одан әрі қарай антрахинонның бізде өзінің сульфа қышқылды тұздарын натрий сілтісі арқылы, сілтімен реакцияға түсіру арқылы біз 1-2 диокси антрахинонды аламыз. Оның жалпы атауы бізде ализарин деп аталады. Ализарин осы антрахинондардың ішіндегі ең түсті бояулы қосылысы болып табылады. Яғни бұл ализаринді көбінесе маталарды және жүндерді бояуда қолданылады. Оны бізде осы марена ағашынан алған болатын, және бізде осы ализариннің көбінесе темірмен қосылыстары бізде күлгін түсті, одан кейін хроммен қосылыстары қоңыр түсті береді. Соның нәтижесінде біз өндірісте осы жүндерді, маталарды бояуда ализаринді қолдана аламыз. Оның жалпы формуласы бізде сульфат тұздарын натрий сілтісімен реакцияға түсіреміз.
бұл бізде ализариннің жалпы формуласы. Бізде бірінші және екінші көміртектегі OH топтары байланысқандықтан 1,2 диокси антрахинонды түзеді. Антрациннің құрамындағы бірінші, төртінші, бесінші, сегізінші көміртектер альфа көміртектерге, одан кейін екінші, үшінші, жетінші, алтыншы көміртектерге байланысқандары бета, ал 9-шы, 10-шы ол бізде гамма көміртектеріне жатады. Және осы жердегі гамма оларды мезамен ортаға бағыттап, келесі орын басушылар мезамен орта бағытқа орналасатын болады. Келесі бізде фенантрен, бұл бізде антраценнің изомері болып табылады. Дәл антрацен секілді, онда формуласы С14H10 болып табылады. Бізде фенантрен 100 градуста балқитын түссіз кристалдық зат болып табылады. Сонымен қатар бізде фенантреннің 3 реакциясына тоқталатын боламын, яғни біріншісі гидрогендеу, екіншісі бромдау, үшіншісі хром қоспасымен реакциясы. Бұл жерде фенантреннің сақинасына тоқталатын болсам, ол бізде бензолдың 3 конденсацияланған бензол сақинасынан тұрады. Бұл жерде бізде конденсацияланған сақинаның номерлеуі сызып көрсететін боламын. Бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соның ішінде бізде 9-шы және 10-шы көміртектер қосып алу реакцияларына қатысатын болады. Бұл жерде химиялық қасиеттерінде бірінші айтып өтетін реакциямыз бұл бізде бірінші гидрогендеу, яғни сутек қосатын боламыз. Қосамыз 2H. Бұл жерде CH2 және CH2 түзілетін болады. Бұл бізде гидрогендеу реакциясы. Мына жерде байланыстар болады. Гидрогендеу реакциясы. Келесі реакциямыз бромдау реакциясы болып табылады. Ya, сөйтесің. Бұл жерде бізде 9-шы көміртек пен 10-шы көміртекте CH бром түзілетін болады. Содан кейін бізде бұл бізде 9-10 дибром фенантрен деп аталады. Одан кейін тағы да қыздыру, одан кейін қыздырамыз, сол кезде бізде 9 бром фенантрен түзілетін болады. Қазір. Мына жерде бізде бром түзіледі. Сонымен қатар бұл жерде бізде H бром шығатын болады. Келесі бізде үшінші реакциямыз дәл осындай, яғни бромдау реакциясы болғандықтан, келесі бізде хром қоспасымен болады. Хром қоспасында бұл жерде бізде болады, яғни бұл жерде бізде СО, мына жерде СО түзіледі. Бұл бізде фенантрен кинон деп айталатын болса, келесі бізде бұл жерде дифен қышқылы түзіледі, яғни COH, мына жерде COH түзілетін болады. Бұл дифен қышқылы болып табылады. Соңына қарай біз тақырыпты қорытамыз. Тақырыпты қорытуға байланысты 3 деңгей бойынша тапсырмалар беріледі. Осы тапсырмаларды орындап, маған өткізесіздер, жарай ма? Бүгінгі зертханалық сабақтың балы универ жүйесіне қойылады. Енді зертханалық жұмысымызды бастайық. Жүріңіздер.
Жалпы бүгін біздің зертханалық жұмыста альфа және бета нафталин нафтол кристалдары мен теміріш хлоридінің ерітіндісін қосу арқылы реакция жүргізетін боламыз. Ең бірінші ол үшін бізге альфа нафтол керек болатын болады. И оның үстіне 1-2 мл этил спиртін құятын боламыз. Солай біз ертінді дайындаймыз. Одан кейін ертінді дайын болғаннан кейін үстіне темір 3 хлоридін салып, сол уақытта біз альфа нафталиннің фиолетовый түске боялғанын бақылайтын боламыз. Мына жақта альфа нафтолға этил спиртін қостық. Этил спиртін қосқаннан кейін бұл бізде фиолетовый түске боялды. Енді одан кейін біз феррум хлориш ерітіндісін қосатын боламыз. Так. Феррум хлориш ерітіндісін 1 мл қосамыз. Сол кезде бұл бізде күлгін түсті бояуға айналады. Келесі зертханалық жұмыс нафталиаттар мен натрий гидроксидін әрекеттесуі. Ол үшін біз сынауға алып, оның үстіне 0,1 грамм альфа нафтолын салатын боламыз. Оның үстіне натрий гидроксидін құятын боламыз. Бұл жерде біз нафтол ерітіндісінің ерігенін көре аламыз. Нафтол бізде әлсіз қышқылды қасиет көрсететін фенолдың туындысы болып келеді. Яғни ол бізде натрий гидроксидімен әрекеттеседі. Реакция теңдеуі С10, H7OH, оған натрий OH қосамыз. Сол кезде С10, H7O натрий және HECO, яғни реакция нәтижесінде натрий нафталиаты түзілетін болады. Реакция нәтижесінде бізде натрий нафталиатының ерітіндінің түсі өзгергенін көре алатын боламыз. Ең бірінші зертханалықта бастасақ, бірінші зертханалықта бізде екінші жұмыстың А варианты біздегі нафтал ерітіндісін, альфа ерітіндісін 0,12 грамм алып, оны сынауға саламыз. Яғни бізде бұл реакция кезінде біз оны тоқтықтыруымыз керек болады. 0,2 грамм алғаннан кейін оның үстіне натрий карбонатын 3 мл құятын боламыз. Яғни осы реакция кезінде бізде нафталин сүздену керек. Міне, сүздену процесі жүріп жатыр. Ары қарай бізге сүзденген ерітіндімізге калий перманганатының 1-2 тамшысын қосатын боламыз. Яғни біз калий перманганатын қосу барысында түсінетініміз бұл жердегі нафталиннің тотығуы. Бүгінгі біздің зертханалық сабағымыз осымен аяқталды. Қош, сау болыңыздар.